Ассалаумағалейкум. Алқалаған әлеумет, жиылған жамағат, қасиетті Маңғыстау, киелі Адайстан. Абай атамыз айтқан, надан адам қуанса, еш жылқы қуанады деді. Бірақ атам кешіне шақырғанда мәз болып қуанышпен қабылдадым. Аман есен жеткеніне де қуаныштымын. Тойыңыз тойға болсын, кешіңіз кешкі болсын. Уақытыңызды алмай, мен бір өлең оқиын. Себебі сізге қол сыйлайтын жазушы одағының мүшесі де емеспін, ат мінгізетін кәсіпкер де емеспін. Әркіммен алысып, жұлысып, атысып жүргенде шапан алатын да жағдай болған жоқ, сондықтан өлең оқиын. Кейде Алматыдан, Астанадан ақындар келгенде біз еліңе келдік, қонақпыз деп қырып кете жазбайды, басымызға әңгір таяқ ойнатып. Біз аш үстіне түсіп, мәз болып күтеміз. Кейін Алматыға барып, солардың ешқайсысын таппай қаламыз. Сондай көңіл күйден туған Алматы ақындарының қаласы деген өлең еді, соны оқиын. Өлең жаздым, ұлыларды құрмет қып, солар жүрген ізді біз де үлгі еттік. Бұл жырымды басады екен қай газет, қай көкемнен естиді екен бір оқтық. Еш адамға болмағасын еш құнын, көше кезіп келем жаяу кеш бұрын, қасқыр қала бейнесінен айырған қасқағының секілден кескінім. Алматы осы даңғазадан қалмаған, Заманбек пен Алтынбек жалмаған, Алатауды өпөтіп жындыбы Өтежанның мінезінен аумаған. Қандай ғажап, ұлылардың мекені бұлданғанда бұдырайған шекелі, биік-биік жылтыраған кеңселер Есенғали көкем ұсап кетеді. Оралдықтың кім береді бағасын беріп жатсақ амалсыздан аласың. Қай қуыстан шыға деген қылтиып, қайыр жоқ қадыр деген нағашым. Не бір қызық қиқая бар бұл маңда, жеткізбейтін қашқан менен туғанға. Жазушылар одағы тұр жұмбақтау, басын шайқап мерекемен нұрланға. Кетен құрсын, беткен қала құрсын, күн ыстықтан тарылады тынсым. Батоқтым Оразалының басында күні бойғы бітірген бар жұмысым. Қош Алматы келем саған сағына, ғашық едім өзеніңе тауыңа. Тұманбайдай сабиғала болсаң ғой бір өкішін жатар едім тағы да. Соқпақ байыпты асып кеткен дарағаштан жанарыңды алағаш. Жүрсін ағамда телефонын алмайды, Қаймоншада жатыр екен жалаңаш.